Здравствуйте, ребята! 47-й урок. Казахская народная сказка «Почему у ласточки хвост рожками». Қазақтың халық ертегісі «Қарлығаштың құйрығы неге айыр». Ты узнаешь, как последовательно пересказывать сказку по картинкам. Вспомнишь, чем отличается сказка от рассказа. Суреттегі ертегіні рет-ретмен айтуды үйренесің және ертегінің әңгімеден айырмашылығын табасың. Упражнение первое. Прочитай и объясни, какие слова помогли найти отгадку. Жұмбақтың шешімін табуға көмектескен сөздерді табамыз және оқимыз. Пищит над ухом он всю ночь и укусить тебя не прочь. Түнімен құлақтың түбінде зыңылтайды және шағып алуға да қарсы емес. Это комар. Бұл маса. Слова, которые помогли найти отгадку, это пищить и укусить. Жұмбақтың шешімін табуға көмектескен сөздер ол зыңылтайды және шағып алады. Упражнение 2. Рассмотри кадры и послушай сказку. Кадрға қарап, ертегіні тыңдаймыз. Почему у ласточки хвост рожками? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Ласточка построила гнездо рядом с людьми и растила птенцов. Қарлығаш өзінің ұясын адамдардың жанына соғады және балапандарын өсіреді. Старый дракон потерял свою силу. Кәрі айдаһар өз күшін жоғалтады. Он послал комара за кровью. Ол масаны қанға жібереді. Хитрый комар взял кровь у младенца. Қу маса сәбидің қанын алады. Ласточка бросилась за комаром. Қарлығаш масаның соңынан қуа жөнеледі. Дальше. Ласточка разбила сосуд с кровью. Қарлығаш қан құйылған ыдысты сындырып тастайды. Дракон рассердился и порвал ласточке хвостик. Он стал рожками. Кәрі айдаһар ашуланып, қарлығаштың құйрығын жұлып алады. Және ол құйрығы айыр болып қалады. Так ласточка сберегла младенцу жизнь. Осылайша қарлығаш баланың өмірін құтқарып қалады. Ответьте на вопросы. Сұраққа жауап береміз. Назови героев сказки, чего хотел дракон, кто вызвался ему помочь, что сделал хитрый комар. Ертегінің кейіпкерлерін ата, айдаһар нені қалады, және оған кім көмектесті? Қу маса не істеді? Как ласточка спасла жизнь младенцу? Найдите в тексте слова, которые рассказывают о действиях ласточки. Қарлығаш сәбиге қалай көмектесті? Және қарлығаштың іс-әрекетін білдіретін сөздерді мәтіннен оқы. Почему рассердился дракон? Что он сделал ласточке? Кәрі айдаһар неге ашуланды? Және қарлығашқа не істеді? Почему эту историю можно назвать сказкой? Бұл оқиғаны неге ертегі деп атауға болады? Кто тебе понравился сказки, а кто нет? Почему? Кім саған ертегіде ұнады? Қай кейіпкер? Ал қай кейіпкер ұнаған жоқ? Выпиши из текста глаголы, которые отвечают на вопросы «что сделал», «что делал». Не істеді, не қылды деген сұраққа жауап беретін етістіктерді теріп жазамыз. Сберегла жизнь, өмірін сақтап қалды. Упражнение 3. Работа в парах. Жұптық жұмыс. Еще раз рассмотрите картинки в сказке «Почему у ласточки хвост рожками». Перескажите друг другу. Тағыда бір ертегінің суретін қараймыз. Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген ертегінің суретін қараймыз және бір-бірімізге айтып береміз. Упражнение 4. Найди лишнее слово. Объясни свой выбор. Артық сөзді табамыз. Өз таңдауымызды түсіндіреміз. Ласточка, қарлығаш, сорока, сауысқан, дракон, айдаһар, ворона, қарға. Лишнее слово – это дракон. Почему? Потому что остальные слова – это название птиц. Қалған сөздер құстың атауын білдіреді. Второе. Пчела, ара, комар, маса, ласточка, қарлығаш, муха, шыбын.
Лишнее слово ласточка, артық сөз қарлығаш, потому что остальные слова означает, то есть название насекомых. Жәндіктердің атауын білдіреді қалған сөздер. На какие вопросы отвечает эти слова? Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Упражнение 5. Расскажи, кто и что делает. Дайте полный ответ полным предложением. Кім не істеп жатыр? Жауабын толық сөйлеммен береміз. То есть на первой картинке старый дракон потерял свою силу. Кәрі айдаһар өз күшін жоғалтты. А на второй картинке комар взял кровь младенца. Маса сәбидің қанын алып бара жатыр. А на третьей картинке старый дракон порвал хвостик ласточки. Кәрі айдаһар қарлығаштың құйрығын жұлып алды. Задайте вопросы друг другу. Бір-біріңе сұрақ қойыңыздар. Напишите один ответ в тетради. Жауабын дәптерге жазамыз. Упражнение 6. О чем ты сегодня узнал на уроке? Отгадай слово. Бүгінгі сабақтан не білдің? Жұмбақтың шешімін табамыз. Қандай сөз? Правильно. Это слово сказка. Ертегі. Урок окончен, ребята. До свидания.